Өйткені әрдайым айтамыз, сынақтар біздерді сындыруға келмейді. Сынақтар біздерді күшейтуге келеді. Одан да үлкен нәрселерге дайындауға келеді бізді. Өйткені одан да үлкен нәрселерге сабыр сақтаған кезде Алланың ұлы сауаптары бар беретін. Иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Аллах тағала айтады, сабырлық танытқан кісілердің сауабы есепсіз беріледі дейді. Олардың сыйлығы есеп қисапсыз беріледі. Демек, үлкейген сайын, сынағы үлкейген сайын, оған сабырлық та мықты болған сайын не артады екен? Алланың құзырында сауабы артады екен пенденің. Бірақ не істеу керек? Тілге абайлау керек сынақ келген сәтте. Сынақ келген сәтте тілге абайлау керек. Неге олай? Неге маған? Неге бұлай? Неге деген наразы сөздерді мүлдем айтуға болмайды. Ол Алланы таныған адамның айтатын сөз емес.